Өте дәмді самса жасаймыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ол үшін ұн, разрыхитель, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен сары майды езіп, осындай крошка дайындаймыз. Оның үстінен қаймақ, бір жұмыртқа, сосын бір қасық шекер қосып жүресіздер. Барлығын жақсылап араластырып, июн қандырасыздар да, осылай думалақ көлемге келтіріп, осылай самсаның көлемін жайып аласыздар. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Осылай орташа қалыңдықта жайып, үстінен дайын болған фаршымызды салып, осылай өрнектеп түйсеңіздер болады. Әртүрлі көлемде түйуге болады бұны. Мен осылай өрнек қылып түйдім. Қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Алдын ала печканы қыздырып алып, дайын болған самсаның үстінен жұмыртқа жағасыздар. Оның үстінен күнжіт себесіздер да қызып тұрған духовкаға жібересіздер. Дәл осылай сап-сары болып қытырлап күшті песочный тесто дайын болады.